мысалы сіз құсты ұстап алмауыңыз мүмкін, не болмаса ана балықты ұстап алмауыңыз мүмкін, бірақ уже сауда жасалып қойды, мен оны сатып жібердім, демек сатып алған адамның ақшасы күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да сол қауіп қатер бар. Иә, мынандай мәселе ғой, бізде көбіне бүйтіп айтады да, енді дінге енді келгісі келіп жүрген, мүмкін діннен хабар жоқ кісілер, осылар неменеге ананы харам, мынаны халал дей береді, бір бас ауырту осылардікі, неге бітпейтін харам дұрыс. Бұл жерде білуге болады, қарауға болады, біздің дін ислам өте пәк, әділ дін екендігіне. Себебі қараңыз, сіздің жоқ нәрсеңізге бұл жерде күмән болғандықтан запрет қойылып жатыр да. Бұл жердегі запрет қойылған мәселелердің астында күмәнді, адамға зиян келетін дүниелер болғандықтан запрет қойылады. Осыны адамдар түсінсе екен да. Өте орынды айттыңыз. Себебі менің өзіме де келісіп жатады, сендер осы харам дейсіңдер, ананы болмайды. Ол бостан босқа харам болған жоқ қой.